жоспарына сәйкес бүгінгі отырысқа қаланың колледждері мен жоғарғы оқу орындарын білім алушылардың жатақханалар орнымен қамтамасыз ету жағдай туралы мәселе қаралады. Тұрақты комиссия отырысына жұмысына мәслихат депутаттары, басқа тұрақты комиссиялар мүшелері, мемлекеттік органдар мен ұйымдар басшылары және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып отыр. Facebook тікелей эфир жүргізіледі. Ұялы телефондарыңызды өшіруге сұраймын. Рахмет. Құрметті әріптестер, отырыс жұмысына көшпес бұрын жұмыс регламентінің келісуіміз қажет. Күн тәртібі бойынша бізде 2 баяндаушы бармы? Алдымен баяндаушыларды тыңдау, содан кейін мәселе талқылауға көшуді ұсынамын. Келесі регламент ұсынылады. Баяндаушыға 5 минутке дейін, депутаттарға анықтама мен сұрақтар қою үшін 3 минутке дейін уақыт беру. Жұмыс регламент құрылыстарыңыз бар ма? Күн тәртібі қарауға көшуіміз. Сөз қалалық білім басқармасының басшысының міндетін атқарушы Нариман Танатарұлы Еламановқа беріледі. Құрметті Аскар Салабекова, құрметті әріптестер, Астана қаласында техникалық және кәсіптік білім беру кадрларын даярлаумен 32 колледж, соның ішінде мемлекеттік 9, жекеменшік 23, 75 мамандық және 122 біліктілік бойынша оқытады. Колледжде 36.287 студент оқиды, оның ішінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 20.760 студент оқиды, немесе 57%. Бүгінгі таңда қаланың 17 колледжінде мемлекеттік, оның ішінде 5, жекеменшік 12, 2637 орындық 19 жатақхана бар. 2020-2024 оқу жылында 2596 студент жұмыс істейтін 19 колледж жатақханасы тұрады. Қаладағы жатақханаларға қарамастан, мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде оқитын студент жастарға орын тапшылығы проблемасы сақталуда. Қажеттілік 1300 орынды құрайды. Ол қазіргі уақытта елордалық жұмыс істейтін жатақханаларды жалға алу есебінен шешілуде. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын қаладан тыс студенттердің тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында 2019 жылдан бастап колледжде жатақханаға арналған тұрғын бөлмелері бар үй жайларды іріктеу, колледждер ұйымдарының білім алушыларының уақытша тұру үшін конкурс өткізеді. Бір студентке ақы төлеу 22 000 теңгені құрайды. Айына қосымша студент бірден 5 000 теңге дейін төлейді. Қазіргі уақытта мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын 1197 студент жатақханалары тұрады. Жатақхананы таңдағанда оның орналасқан жері маңызды рөл атқарады. Сондықтан да олар жатақханаларын колледж немесе ыңғайлы автобус маршрутымен жаяу қашықтықта таңдайды. Еліміздің жастары үшін сапалы білім алу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалуда. Мұның дәлелі тұрғын үй құрылысының заманауи талаптарына сай салынған студенттік жатақхана. 2022 жылғы мемлекеттік жекеменшік әріптестік қағидаты жастардың өмір сүру жағдайларын жақсарту бағдарламасы аясында менеджмент, бизнес және білім колледжі жеке шаруа серіктестігі студенттер үшін жалпы ауданы 1597 шаршы метр спорт залы бар, 110 орындық 4 қабатты жатақхана құрылысы аяқталып енгізілді. Ағымдағы жылы оқу жылының басынан бастап 54 орындық техникалық колледж студенттеріне арналған жатақхана іске қосылды. 2024 жылы Бейбітшілік көшесі 59 мекен-жайы бойынша 1000 орындық Астана Политех жоғары колледжі студенттеріне арналған жатақхана салу жоспарлануда. Қазіргі уақытта жоба мемлекеттік және әріптестік рәсімдерінің өту сатысында. Шамамен жасау біз 2024 жылдың аяғына қарай деп санаймыз. Жыл сайын Астана қаласының білім басқармасы жатақханаларға мониторинг жүргізеді. Ағымдағы оқу жылында ол 16-27 қазан аралығында жоспарланған. Қазіргі таңда Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы Астана қаласының 2020-2025 жылдарға арналған бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізілгеннен кейін биылғы 886 оқушыға 34.500-ден біз қаржы алып, соларды жатақханамен тағы да орналастырамыз. Баяндама аяқталды, сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Келесі сөз Қаржы орталығы акционерлік қоғамының ilgili және сыртқы коммуникациялар департаментінің директоры Айнұр Сайранқызы Сағындыковаға беріледі.
Үлкен рахмет, құрметті депутаттар, құрметті отырысқа қатысушылар. Енді бұл қаржы орталығы біз мемлекет студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету тетігі бойынша оператор болып табыламыз. Сол бойынша қысқаша баяндама жасауға рұқсат беріңіздер. Жатақханаларда мемлекеттік тапсырысты орналастыру тетігін іске асыру жүзеге асқаннан бастап 2018-2022 жылдары аясында Астана қаласы бойынша жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттері үшін 8267 орындық 30 жатақхана пайдалануға берілді. Бүгінгі күні 2023 жылы жоғары оқу орындары мен колледж студенттері үшін мемлекеттік тапсырыс тетігі есебінен 1295 орындық 9 жатақхана пайдалануға беру жоспарланған. Жаңа құрылыс арқылы 522 орындық 2 жатақхана, қайта жаңғырту, яғни реконструкция арқылы 773 орындық 7 жатақхана беру жоспарланған. Оның ішінде бүгінгі күні реконструкция жолымен 548 орындық 5 жатақхана іске қосылды. Студенттер тұрып жатыр, рұқсат қағаздары қазіргі таңда рәсімделуде, яғни қабылдау актісі рәсімделуде. Қалған 747 орындық 4 жатақхана 2023-тің соңына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Бұл жаңағы мен айтып кеткен мемлекеттік тапсырыс орналастыру тетігі, ол қысқаша айтып кететін болсақ, ол кез келген, бұл 2018 жылдан бастап жасап жатқан механизм. Бұл механизмге сәйкес кез келген жоғарғы оқу орны, кез келген колледж, кез келген жеке кәсіпкер өз қаражат есебіне жатақханаларын пайдалануға береді. Пайдалануға берілгеннен кейін мемлекет тарапынан мемлекеттік тапсырыс орналастырылатын болады. Бұл сол механизмнің операторы болып табыламыз, қаржы орталығы. Бұл механизмға сәйкес, егерде жеке кәсіпкер немесе жоғары оқу орны колледжі жатақхананы жаңа құрылыс жолмен салатын болса, онда бір студентке 195 айлық есептік көрсеткіш 6 жыл бойы төленеді. Егерде қайта жаңғырту арқылы, яғни реконструкция арқылы салатын болса, онда 92 айлық есептік көрсеткіш төленетін болады. Енді жатақханалардағы орындар қажеттілікке қатысты тоқталып кетсем, жаңа әріптесім колледж бойынша айтып кетті, мен жоғары оқу орындары мен колледждер бойынша осы қажеттілік бойынша айтып кетейін. Осы оқу жылының басында жоғары оқу орындары мен колледждері бойынша студенттерден жатақханада тұруға 26894 өтінім келіп түскен болатын. Оның ішінде 20550 студенттер орындарымен қамтамасыз етілді. Жатақханаларда орындар есебіне қамтамасыз етілген 18 мыңнан астам студенттер, ал жаңағы хостел, гостиницада орындар есебінен қамтамасыз етілгені 2400 студенттер. Осылайша жатақханаларда тұратындарды ескере отырып, Астана қаласы бойынша орындардың тапшылығы 8742 орынды құрайды. Енді мұнда студенттік жатақханаларда орын тапшылығы мәселесін шешу бойынша жаңа шаралар айтқым келіп отыр. Жаңағы тетік бойынша өздеріңіз білетіндей, осы 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап білім туралы Қазақстан Республикасы заңы нормасы күшіне енген болатын. Оған сәйкес білім беру ұйымдары меншік нысанына қарамастан барлық мұқтаж студенттерді жатақханаларда орындармен қамтамасыз етуге тиіс. Бұрын грантта оқитын студенттері ғана еді. Тиісінше қажеттілік жыл сайын арта бастайды. Оны мемлекеттік университет өз бетінше шеше алмайды. Сондықтан жаңа мен айтып кеткен біздің механизмге біз өзгерістер енгізу бойынша ұсынымдар ұсынған болатынбыз. Яғни осыған байланысты мемлекеттік жоғары оқу орындары ғимараттарды жатақхана реконструкция кезінде бір төсек орынға мемлекеттік тапсырыс мөлшерін ұлғайтуға ұсынылды. Жаңа мен айтып кеткенде, ол бізде реконструкция кезінде 92 айлық есептік көрсеткіш. Соны біз 184 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтуға ұсынып отырмыз. Бұл тек қана мемлекеттік жоғары оқу орындарына тиісті болады. Өйткені жаңағы қажеттілік сол жоғары оқу орындарына байқалады. Яғни жаңағы мемлекеттік тапсырыс өтеу мерзімін 8 жылдан 6 жылға қысқарту және нысаналы мақсатын 40 жыл бойы өзгертпеу бойынша ұсынымдар ұсынылып жатыр. Бұл тетік жаңағы мемлекеттік жоғары оқу орындарына ғимараттарды сатып алу, жатақхана реконструкциялау және пайдалануға беру жолымен тапшылығын шешуге қатысуға мүмкіндік береді. Өйткені сіздер білесіз, жаңа құрылыс арқылы салатын болса, ол белгілі бір ұзақ уақыт алады. Реконструкция кезінде бұл өте тез шешілетін
жол болып табылады. Өйткені қазіргі таңда бізде реконструкция арқылы көптеген жаңағы басқа аймақтарда жоғары оқу орындары, жеке кәсіпкерлер салынған есебінен осындай объектілер бар. Одан бөлек біз сонымен қатар қазіргі уақытта министрлік тарапынан мемлекеттік тапсырыстағы қолданыстағы мемлекеттік тапсырыс тетігін ескере отырып, жоба құнының 30% мөлшеріне жобалық сметалық құжаттама бойынша жатақхана құрылысы мемлекет тарапына бірлесіп қаржыландыруды және жеке кәсіпкер тарапынан қалған 70%-ға қарыз тарту көрсететін бағдарламалық мемлекеттік жекешелік әріптестікке енгізу мәселесін пысықтауда. Яғни өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда бізде мемлекеттік жекешелік әріптестік заңы бар, соған біз өзгерістер енгізіп жатырмыз жатақхана құрылысы кезінде. Яғни мысалы жоғарғы оқу орны осы жеке кәсіпкер екеуі бірігіп мемлекеттік жекешелік әріптестік ретінде жатақхана салса болады. Яғни жаңа жоғарғы оқу орны 30% төлейді жобалау сметалық құжаттама бойынша, ал 70% жаңағы жеке кәсіпкер өз қалтасына немесе қарыз тарту арқылы салады. Яғни бұл қазіргі кезеңде бұл күні жеке әріптесті айқындау және онымен ғылым және жоғары білім саласындағы мемлекеттік жекешелік әріптестік шартын жасасу қағидаларын бекіту туралы бұйрық әзірленген болатын. Ол мемлекеттік органдарда келісімде. Қазіргі таңда жаңағы айтып кеткен реконструкция кезіндегі нормативті ұлғайту бар құзыретті органдармен келісімде. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Мәселені талқылауға көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Депутат Адамбеков, мен ана білім басқармасынан бастайық деймін. Докладчиктер шығыңыз. Менде ақпаратына қарап отырсақ, бізде мына 32 колледждің 17-сінде жатақхана бар, 16-сында жоқ. Енді Астанаға бір күн емес 25 жылдан асты ғой. Неге бұл мәселе толық шешілмеген? Жартысында. Бұл бір сұрақ. Енді қазір 1300 орын жетпей отыр, оны мен түсініп отырмын. Басқа жатақханалардан жалға алу есебінен шешіліп отыр деп баяндады. Бірақ та қарап отырсақ, бұл мәселе өте баяу шешіліп отыр. Мысалы, былтыр 22 жылы 110 орындық бір жатақхана ашылған, биыл 54 орындық бір ғимараттың колледждің ішінде. Оны жатақханаға қайта жасаған, бітті. Басқа салынған ештеңе жоқ. Келесі жылға 1000 орындық бір жатақхана салаймыз деген ойлары бар. Бұл ойлары бар, бұл жоспарда құжаттардың рәсімдеу әлі енді қолға алынып жатыр. Мен неге бұны сұрап отырмын? Біріншіден жаңа тағы да айтамын. Неге осыншама жылда бізде мысалы осы мәселе шешілмеген? 1300 орын әлі бар. Ол бірінші сұрақ 25 жылда. Екінші сұрақ, біз қазір осы депутаттар біледі, кеше бізге 24 жылға бюджеттің жобасы түскен. Біз қазір оны жұмысқа алдық. Сондықтан біз қазір осының барын ескеруіміз керек қой. Қандай құжаттар бар дайын? Жаңа ПЗ-сі бар, экспертиза өткен. Мүмкін соны қазір осы жобада кіргізген дұрыс па деп ойымыз бар. Енді ұсыныс қарауымыз керек. Екіншіден, мынау жазып отыр ғой, 16 мен 25 қалған артында біз жатақханаларға монитор жасаймыз деп. Сол кезде жаңа күлді 32 колледжді дұрыстап қарау керек сияқты. Бұл жерде бір шешу жолы, кетігі. Мынау жаңағындай ғимараттарын қарау керек. Бос ғимараттар бар шығар. Бос этаждар бар шығар. Соларға бөлек кіретін есік жасап, оларды жатақханаға қайта жасаса. Ол мысалы жеңілдеу түседі де, сонда мүмкін біз жаңадан салмай-ақ осы жаңа колледждардың мониторингтің арқасында мүмкін шешерміз. Меніңкісі осы екі сұраққа жауап берсеңіз, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Қараңыздар, соңғы рет колледж біз салынған Астана қаласында 2009 жылы Қорғалжын жолындағы профтех колледж. Одан кейін Астана қаласында колледжі салынбаған, олар бірақ если даже құрылса да, олар на базе действующих организаций. Қазір таңда с того времени, менің ойымша, было основной упор это на среднее образование и дошкольное образование. Қазір таңда қала әкімінің қолдауы бойынша бұл бағытты қазір бұрып жатырық. Қазір таңда біз
ақпараттардан естіп отқан шығарсыздар. 29 жылға шейін 60 дошкольный организациялар жасалынады и 15 дворцевых школьников. Ендігі бізде қазіргі таңда основной потребность ол бізде 1300 бала. 1300 бала қазіргі таңда в рамках проекта ГЧП мы уже конкурсную документациясын бәрін жүргізіп жатырық. Планируется с 2024 года начать работу по строительству общежития на 1000 мест. Надеемся, что к концу года, 2024 года, мы это общежитие завершим и введем в эксплуатацию в 2025 году. Сіз мені түсінбедіңіз бе? Мен сіздің жауабыңызбен бірінші сұраққа ғана қазір кіріп алайық. Мен сіздің жауабыңызбен қанағаттанбадым. Неге? Өйткені сіз айтасыз, осы кейінгі 10 жылда мысалы жатақхана салады деп. Колледж салады деп. Енді колледж жатақхананы немене міндетті түрде колледжбен бірге салу керек пе? Неге мысалы сізде жаңағы сіздің баяндамаңыз бойынша мысалы мемлекеттік 10 ба, соның 5-еуінде жоқ жатақхана мысалы. Неге соларға жеке меншікті айтып жоқ, мемлекеттікке неге бөлек жатақханасы мәселесі неге шешпедіңдер? Неге құрылыс жағын қарамадыңдар? Мәселе қайда жатыр? Сіз жаңа өзіңіз тыңдамайсыз ғой деймін. Жаңа ананы айтасыз да, соны айтасыз, салынған жоқ деп. Сразу мен білемін, мысалы қараңызшы, даже по примеру политехнического колледжа скажу, она находится на территории между углом улицы Бейбітшілік и Бугенбаева. Ранее там было свое общежитие, которое было аварийно, и мы на том же месте хотели общежитие построить, но по сейчас нынешним меркам строительных норм мы туда не можем вместить. Данное общежитие было построено еще в советское время, и сейчас на такой маленький квадрат земли мы не можем вместить даже элементарно на 120 мест. И политика... Это частность. Мы же должны с вами вопрос системно смотреть. Совершенно верно. Частность. Вот одно общежитие, другое общежитие. Я говорю о том, что у вас государственных 9, из них у вас 4 нету общежитий. Что мешало вам 25 лет к ним построить общежитие, либо пристройки? И второй вопрос, я говорю, вот мониторинг вы сейчас начали проводить 27 числа. Что мешает вам в рамках мониторинга посмотреть? Может, есть пустующие здания, может, неэффективно используется здание, хотя бы государственно посмотрите, но и частно посмотрите. Вы же лицензируете их работу вместе с министерством профильным. Почему эти вопросы не посмотреть? Конечно, без қабылдаемся, но в настоящее время все колледжи мы тоже форматируем, чтобы не только основную специальность предоставляли, но и краткосрочные, соответственно, свободных помещений в колледжах. Либо мы в свободное помещение, мы хотим мастерские предоставить для мастерских. Это уникальный случай был по техническому колледжу, что на 4-м этаже мы разместили общежитие на 54 места. Но основном погоду уже не делают. Орн в самом колледже, техническом колледже, остальное место мы предоставили в общежитии провести. Мен, например, санадым, қанша бізде колледжде оқитын студент бар, да, и қанша біз общежитие бердік, да, 7% колледжде оқитын балаларға біз общежитие бердік. То есть, получается 93% колледжде оқитын балалар квартирада тұрып жатыр ма, может, үйлерінде тұрып жатыр ма. Біз точный картинасын білмей тұрмыз. Қазір, например, 36 мың балалар оқиды колледжде, олар жарайды көбі может қаланка, олар общежитие может керек жоқ оларға. Бірақ иногородниларға общежитие керек қой. Енді колледжде оқитын өздерің білесіңдер, на базе 9 классов же приходят колледжға көбінесе так же. Олар вообще үйден жаңа шыққан балалар, 14-15-тегі балалар. Олар қалай квартирада тұрады? Өздерің ойлаңыздаршы, оларға в первую очередь общежитие беру керек. А біз 7% студенттерға общежитие у нас обеспечено. Это же вообще... Что это за показатель? Совет документ кезінде, например, любой студент келет, постоянно первый-второй курс обязательно берет на общежитие. Ну, не деген бәле. Қазір тағы да сөз сұрап отқан Мағзұм Арсланбек, сол кісі. Рахмет, Искаш Савлабекұлы. Депутат Мағзұм Арсланбек, я хотел вопрос задать по общежитиям. Мы по поручению руководства партии Аманат вместе с молодежным крылом Жастар Орха проводили мониторинги совместно с управлением молодежи Балыки, с общественниками. Ежегодно одна и та же проблема, то, что вот только что говорили, нехватка мест не решается
информация дается одна в правительство, то есть то, что сколько там, 2600 мест не хватает, но я думаю, намного больше, потому что один лишь Евразийский национальный университет, где учатся 20 тысяч студентов, заселяют только первый курс. Это я точно знаю, потому что пока мы проводили мониторинг, нам неоднократно звонили студенты второго курса, которые не могут заселиться в общежитие, у которых вообще нету даже шансов. То есть туда проходят это те или иные активисты, которые работают в этом направлении. А массовая часть, ну то есть студентов, она не может заселиться. Это во всех вузах практически происходит так. Это я точно знаю. То есть та информация, которую вы отправляете, она точно не достоверная. Второй вопрос, то что вот по колледжам они, я знаю из-за того, что нету у них либо финансов, либо каких-то своих возможностей, чтобы построить общежитие, они заключают договор с хостелами. Но есть вторая проблема, то что, к примеру, даже некоторые колледжи, я вам могу потом лично подойти, сказать, некоторые колледжи даже при наличии своего общежития запускают также посторонних людей, то есть они, да, за арендная плата. То есть только что Аскар Салубекович сказал, то, что там проживают ребята, которым 14-15 лет. То есть мы не можем гарантировать безопасность детей, которым 15, даже нету совершеннолетнего возраста. Как отрабатывается данный вопрос? Ну, то есть я точно могу сказать, что тут конкретные, прям точечные работы нету, мониторинговой работы, потому что сколько раз мы приходили, одни и те же вопросы, даже те вопросы, которые, я так скажу, ну, не нужно там большого количества прям финансирования, да, просто нужно нормально смотреть за определенными вещами, эта работа тоже не проводится. Есть проблемный вопрос, который тоже, я думаю, можно было поднять по вузам, к примеру, вуз Казмуи, там требуется вообще полномасштабный ремонт, который 24 этажа, то есть это 1000 студентов живут в очень плохих условиях, я потом могу тоже вам все материалы предоставить. Ахмед. Вопрос қабылданды, но в части обеспечения жильем мы управление, когда всегда берем информацию от наших колледжей, и если вопрос потребуется профинансировать хостелы, мы всегда это тоже альтернативный вариант, как предоставление койко-мест в общежитиях. Насчет высшего образования я не могу подтвердить, потому что управление образования не курит. Да. В части женных вопросов, текущих вопросов, мы можем это в рабочем порядке отработать со всеми. То, что проживают вместе с ними, к примеру, хостел, посторонние люди проживают. Хостел занимается. Раньше колледждарда воспитательдер бірге отыратын да общежитияларда. Дежурный общежитие болатын да. А қазір қалай? Нет, в наших это же невозможно. В наших общежитиях, конечно же, замов по воспитательной части они всегда обходят. Ну и, соответственно, своя охрана есть. И в части хостелов, да, у них по договору между общежитием и хостелом уже там все прописано. Но жена, может быть, индивидуальный случай, я не могу сказать конкретно. И потом Да, нет ли стандартов качества проживания, потому что не все хостелы, я говорю вам, в подобающем состоянии принимают студентов наших. Кто за этим следит, кто смотрит, кто принимает данное решение? Нет, ну в договоре прописано. Давайте, может, этот вопрос если в части индивидуальности, я готов это все проверить. Нет, сам. мы смотрели, мы знаем конкретные колледжи, которые в неподобающем состоянии проживают студенты. Мы можем вместе просто отработать. Все. Я хорошо готов этот вопрос. Рахмет. Асқар Салубекович, қазіргі таңда біз бүгін жиналысқа сол колледждің директорларын шақыруымыз керек еді. Ол бірінші. Мен айтып жатырмын, әр ата-анасы баламды оқуға түсіреді, мысалы колледжге барады, неменеге барады, білімге барады, дұрыс па? Білімі жақсы екен, ғимараты анандай екен, спорт площадкасы бар екен, жатақханасы бар екен деп, давай, о балам осыған түс деп, әр отбасы жолға келседі ғой, дұрыс па? Енді қазіргі частныйларды қараңдаршы. Торгово-экономический колледж алысқа бармай-ақ, өзінің несі бар, общежитиясы бар. Қазір государственныйда бар ма, жоқ па, мне потребность нужна. Я вообще предлагаю, Аскар Салубекович, Нариман Танатович, может быть, закрыть те колледжи, да, у которых нет общежитий. Вот если ребром поставить вопрос. Потому что, я понимаю, как ребенок, приезжий ребенок, где он будет жить? У него затраты будут на обучение, затраты на проживание, образно питания и так далее. А если не предоставляется общежитие? Осыған бір болашақ сол балалардың нетімізде ғой, сондықтан осыған назар аударайықшы.
Но финансовый центр да істеді ғой, чтобы действительно проблему общежития решить. Но бірақ мен қазір таблицада қарап отырмын, сіздер только высшие учебные заведенияларға салып жатсыздар общежитие. А почему колледжді? Ну, Колледждерде такое жоқ қой списокта. Жоқ, мында колледждің студенттері тұратын жатақханалар бар. Бізде жеке кәсіпкерлер есебіне салынған. Таблица бердіңіз ғой, ол Ага. только университеттікі, высшие учебные заведенияларға, колледждікі біреуі жоқ. Жоқ, Или мен вы дали неполную информацию? Может, вам по высшим учебным заведениям дали информацию, но у нас есть общежитие, где проживают студенты колледжа. Я могу вам предоставить отдельно эту информацию. Соны бізге Жақсы, беріңізші. жақсы. Мен Біз осы қандай тағы да сағылып жатқан проекттер бар ма? Именно колледждарға. жақсы, барлық ақпаратты беретін боламын. Асқар Сәуіш, тағы бір жаңағы сұрақ. Нариман Таңатарұлы, бүгінгі таңда хостелда тұрып жатқан деген бұл масқара нәрсе ғой. Иә, студенттер хостелда тұрып жатқан, сіз айтып жатсыз, қаражат бөліп жатырмыз, төлеп жатырмыз дегенде. Хостелда бүгін кім қонады, айтыңызшы. Студенттің қасында енді жол жүретін, жаңағы енді айтпай ақ қояйын, басқа қызметінде үлкен кісілер тұрады. Оның арасында қандай, кім бар, қылмыс жасаған бар ма, кімдер бар, ол бір күн түнде қонып кететіндер бар ғой. Ол енді жаман айтып жақсы жоқ, ол таза ма, ауру ма, ол кім? А біз хостелға балалар жатқызып жатырмыз. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Колданды, конечно, данный вопрос будем уже решать. Но хочу сказать по политехническому колледжу, который мы собираемся строить на 1000 мест. Если посмотреть расположение наших школ основных, это вот район правого берега, начиная от Сейфуллина, это вот где Хошшола, который технический колледж, политехнический колледж транспорта, ну и все, которые другие колледжи. Почему это будет центром для всех? То есть периметр удаленности это не более 3 километров. То есть, чтобы это было удобно для наших студентов. А где вы планируете строить? Это где бывшая, войсковая часть была же, 59, за казначейство. Мына кешіресіз, жаңағы сол ана орнына салмайтын болдыңыздар ғой. Почему? Бейбітшілік елу тоғызға саламыз. А ана орынға Мен сол сұрақты көтерген кешіріпсіз. мы именно на это пятно хотим. Яғни бұл кісілер қазір мен ойымша бұрынғы автодорожный техникумның корпусы бар, сол жатақханасы бар. Мгм. Яғни оның жатақханасы қазір меншікте ме әлде? Жоқ, аварийный Жоқ деп қой ол, оны тіпті. бұзып ғой. Оны да бұзып тастады ма? Бұзып Орны бос тұр ғой. Сонда сіздер жаңағы бұрынғы автодорожный техникумның орнына салайын деп жатсыздар ма? Жоқ. Ол жерде войсковой часть бар, казначействоның ар жағында. Да, помните? Жоқ, енді соны, яғни ол сіздердің баланстан кетіп қалған ғой, получается. Мен соны Мы уже все сняли, потому что оно пошло под снос. И именно хотели на это пятно посадить общежитие хотя бы на 700 мест. Госэкспертиза нам говорит, что по новым СНИПам, когда утверждено от 500 орындық салыңдар, 300 орындық салыңдар. Қазір ол жер жай бос Теперь қалады. қандай жағдайда қазір? по праву передачи объекта Бейбітшілік 59, это войсковая часть, наверное, все знают, наверное. Гвардия раньше сидела. Теперь она, земля в коммунальной собственности, Азамат Сергеевич, но на место, что будет строиться, я не знаю. Но общежития точно не будет, потому что он по параметрам не соответствует. А жилой комплекс там будет Вот соответствовать. жилой, да. Слушайте, там какое было хорошее общежитие советских времен. Но неужели нельзя там поставить общежитие? Ну это же совсем Азамат смешно. Сергеевич, я то же самое мнение придерживаюсь, как вы, но по нормам строительных, если рассчитать, там всего общежитие будет на 70 мест. Это максимум. Саржалович, мы сами себе А если противоречим. этажность көтерсеңдер? Вот про это и говорили, что не более там 5 этажей, но 70 мест. Ну постройте 70 мест. Но нам, Азамат Сергеевич, сейчас дают место Бейбітшілік 59, он идет под снос, это войсковая часть, где гвардия Не, раньше ну находилась. моноорындық общежитие саласыңдар, это же проблему города не решает. Он в ближайшей перспективе снимет. Да, мне кажется, там лучше... 36 000 колледжде оқитын балалардан только мне получается 7% общежитие тұрады. Как может орындық общежитие решить все проблемы города? Я вот это не знаю. Постройте Нет. там, если у вас место, дайте это преподавателям, хорошим специалистам, дайте общежитие на 70 мест. А там, где войсковая часть, стройте, пожалуйста, для студентов. Поэтому вы сам такое место там хорошее, я что-то очень Место, не да, могу. хорошее, когда Ну. вы говорите. Ну, тогда давайте дождемся, когда разрешение дадут на дом, 5-этажный, 8-этажный, тогда мы скажем, тогда мы поднимем там шум, гам, это что такое? Спортплощадку постройте для автодорожных, там нету спортплощадки.
А место хорошее. Мы 2 раза инициировали, 2 раза ездили в госэкспертизу. Госэкспертиза говорит, извините, по нашим внесем изменениям. Извиняюсь, Аскар Поправки, Сергеевич, да. они сами себе противоречат тогда, надо тогда с ними, тогда их пригласить и с ними поговорить. Почему тогда мы в частных общежитиях живут наши студенты, которые что, соответствуют СНИПам? В хостелах живут наши студенты, что, соответствуют СНИПам? А тут построить нормальное общежитие, говорит, не соответствует. Всю жизнь там стояло 5-этажное общежитие, и тут теперь не соответствует СНИПам, что ли? Ну, уменьшите, идите ввысь. Конечно. По диагонали стоят вот эти свечки, вот эти желтые дома. Ну что тут такое? Почему там нельзя поставить? Кто мешает? Хорошо, Халган. Пригласить архитектуру и конкретно им задать вопросы. Какая проблема здесь? Владислав Сергеевич, тоже. сіздер сұрақ. Чем молчите? Давайте, кто здесь? Сколько соток земли там? Там даже гектар не будет, там 0,6 максимум. Ну, пусть ответят. Вы Так, это уточните, какая земля? За Кигок. А, Бөгенбайдың бойында я сіз понял. білесіз ба білмейсіз ба оны? Ал сниптан өтпей жатыр, осыған не жауап бересіз? 5 этаж общежитие тұрған кезінде совет үкіметінен келе жатқан. Қазір енді мына сниппен өте алмайды екен. Осыған жауап бересіз ба? Сіз онда дайындалып келіңізші. Дайындалып Да, ответ подготовимся. беріңіз. Для сравнения, да, вот наша гостиница Айбис стоит на 6 сотках. 249 номеров, 13 тысяч квадратов. А здесь говорят чуть меньше гектара земли и говорят, как его общежитие построить невозможно. Оскар Силович, я еще тогда задаю такой вопрос. Вот архитектура. Вы тогда для чего пришли на совещание, если вы не готовы? А? Архитектура. Вы сейчас вот по какому вопросу пришли, чтобы мы задали? Какой вам вопрос? На что вы готовы ответить? Нет. Да, у нас в генплане заложены новые участки для... В генплане у нас заложены новые участки для новых общежитий ПДП. А по вот этому вопросу просто я не в теме. Вы должны быть в теме всех, что касается в гор. Да, вы, может быть, там точно не помните. Ну, сказать, да, к сожалению, я вот эти уточню. Вы сейчас не готовы пришли. Для чего мы вас тогда всех приглашаем? Вас от работы отвлекаете, нас от работы отвлекаете. Вот сейчас из-за этого нам надо будет еще раз собраться, еще раз сказать. Нормально же, тогда вы это точно не готовы. Тогда вам надо было их ставить в известность. Подготовьтесь, депутаты будут задавать под таким-то, таким-то вопросы. Подготовьтесь, пожалуйста, то-то, то-то, то-то. Вы их тогда готовьте тоже, что у нас столько вопросов. А вы сейчас берете нас, подготовьте на следующий раз. Опять в следующий раз будем по этому вопросу собираться, что ли? Если управление строительства есть, может быть, прокомментировать. Управление строительства Бармы? Газ может прокомментировать. если- Газ. Ладно, давай письменный Но- ответ беріңізші сонда. Осы бойынша. Владислав Сергеевич, у вас вопрос был. Депутат Сергей, представитель постоянной комиссии. Нариман Татарович, мы все понимаем, что там, где совместное проживание идет молодежи, детей, повышенные риски. Повышенные риски в первую очередь безопасности, во-вторых, это психологическая обстановка, это дети, которые живут без родителей. Соответственно, им иногда некуда обратиться за помощью, разрешить какую-то ситуацию. У нас плачевная ситуация по буллингу, по суицидам, поэтому уже в прошлый раз и Азамат Сеевич, как представитель комиссии по законности, и я, мы поднимали вопрос о разработке какой-то комплексной программы по буллингу, да, в наших школах, в колледжах. До сих пор уже 2 недели прошло, никакой реакции от управления. Мы говорили, давайте создадим рабочую группу. У нас сейчас рассмотрение бюджета. Не выйдете с заявкой, денег не будет. Как мы будем опять эту проблему решать? То есть мы со своей стороны, сами, депутатский корпус, инициируем, мы же видим ситуацию, видим обстановку в школах, перегруженность. Соответственно, это психологическое состояние давит на детей, когда классы перегружены и так далее, конфликтные ситуации. Мы всегда ждем, когда что-то, не дай бог, произойдет.
То же самое по камерам. Дайте анализы. Есть система безопасности, установлены камеры. Какая ситуация? Мы же видим, иногда там в туалетах драки в школах происходят. В общежитии, дети сами себе предоставлены, хостелы тем более какие-то. Поэтому давайте в ближайшее время до рассмотрения бюджета дайте пошаговую концепцию, что мы будем с этим делать, да, какие потребности есть. Если вы сами знаете, какие-то наши программы отечественные, есть международные, давайте что-то внедрять, надо решать эту проблему, и нужно прям по каждой школе какую-то паспортизацию делать, по каждому колледжу, по каждому, если надо, общежитию, давайте как-то выправлять ситуацию. Потому что она действительно плачевная, и нужно решать, и мы от вас ждем. То есть мы дали инициативу, готовы подключаться, все комиссии готовы подключаться, но уже 2 недели прошло, реакции, ничего. Может, вы там сами что-то решаете, но давайте сообща. В любом случае потребуются бюджетные средства. Спасибо. Василий Алексеевич, я поясню. В настоящее время у нас при управлении образованием создана специальная рабочая группа из числа не только сотрудников управления, но и структурных управлений, при акимате и департамента полиции и прокуратуры. У нас есть специально создан чат, рабочий чат специально, где все информация туда сливается, мы анализируем и по итогам будем для принятия соответствующих мер. Народ Эдуардович, вы какие-то там проработали, не знаю, проекты, идеи, там, не знаю, что-то вы будете делать. У вас есть наработки, вы пригласите там по одному представителю от комиссии депутатов, давайте обсудим. Вы же придете в любом случае за какими-то деньгами. Если мы не будем информированы, то смысл вообще этого все. Поэтому проработали, пришло время, давайте встретились коротко, нам объяснили, презентовали, как мы будем решать проблему буллингов, суицидов, все, начали дальше двигаться. А то вы в своей каше варитесь, и мы не понимаем, что там происходит. Хорошо? Хорошо, есть. Также, Нариман Нартович, я хотел сказать то, что есть ли единый какой-то колл-центр, куда могут обратиться студенты в случае каких-то правонарушений, только что сказать, бывает очень часто, мы, к примеру, за 3 недели работы по общежитиям нам поступало очень много звонков от студентов и вузов, а также колледжей, где были какие-то нарекания по проживанию, в принципе, по каким-то и другим вопросам, где-то бывал и буллинг и так далее. Если только потому, что мы, когда работали со студентами, никто не знает даже, куда обращаться. Обращаются в колледже, руководство колледжа не всегда соответствующе отрабатывает данные вопросы. Как в этом направлении тоже ведется работа? Кстати, без айтемек запрос бербеміз, қандай этот запростар түсті деп общителерден бірде запрос жоқ. То есть везде получается колледждерде, университетте никто эту работу не ведет, не говорит студентам, что осындай служба бар, анандай вопростар возникает, етсе осында звондауға можно вопрос поднять, понимаете? То есть мы не ведем работу среди, скажем так, не оповещаем, не говорим о всех услугах, которые у нас есть в городе. Так что вопрос это действительно сложный, потому что жас балалар келет, ауылдан келет, олар көп нәрсені білмейді ғой. Бізде айтмек не екенін де білмейді көп балалар, так же? Да, вот у нас короткого контактного номера нет, как, допустим, в Айкумеке, но у нас есть телефон. Надо рекламировать, пропагандировать. Нет, про Айкумек вам же даст выжимку. Вот столько-то поступило за это нарекание. Вот это, да бери. Аскар Салбекович, у нас синхронизация между Айкумеками и управлением образования есть. Мы в этом направлении работаем. Ну вот вы же тогда, если работаете, вы должны были заметить. Ни одного замечания Айкумекке общителя Ранцпеда. Что, вы уверены сидите, что у вас в общитях везде порядок и нету нареканий, что ли? В душе же вы знаете, что есть у вас нарекания. Вы должны были задаться вопросом, как профессионал сказать, не ежок запростар, в чем проблема? Работу с директорами колледжев надо провести. Вроде у нас... Пусть среди студентов проведут разъяснительную работу. Аскар Салбекович, если мы соберем директоров колледжа, мы также готовы прийти, тоже сказать по определенным. Мы даже знаем, в каких определенных колледжах есть какие-то определенные вопросы, нарекания. Студенты очень часто звонят, они и вправду не знают даже, куда обращаться, куда прийти, если что-то случится, в принципе. Но у нас при центре модернизации, методический центр Барпузе, при нем есть специальный отдел, который и в части ТИПО работает, и в части дошкольного и среднего образования. Их контактные номера и плюс контактные номера управления образованием
на всех, я бы не сказал, что, вот, допустим, кабинетах, но во всех участках, где требуется решение управления или служба управления, мы всегда даем, чтобы вывесили, студенты звонили, даже не то, что студент, даже педагогический состав. Онда бүкіл колледждерде, общежитияларда сол информацияны тұру керек, айкөмектің нөмірі тұру керек. Между всех У общежитий. нас куча вот этих номеров, коротких, длинных и так далее. Все запутаются. У нас есть 109. Ну, пускай синхронизируют, да, в 109 поступило, перекинули психологу и так далее, пускай дальше работает. То есть нам нужно один номер, пускай он у всех, как, не знаю, в Америке там 911 или еще какой-то, да. Вот 109 в Астане, все, ты позвонил, у тебя, не знаю, проблема там психологическая, давит, там общежитие развалится, позвонил, все, дальше переключили. А вот эти номера никто не запомнит, но сейчас... Нет, 109 это параллельно, 109 это основной у нас, и параллельно Ну, вот номера надо Получается, на 109 него там информационно работать. Бірде заявка түспеген, это же значит не работает служба. Мгм. Учились все, были студентами, мы знаем. Ну, должны же быть какие-то кураторы общежития, правильно? Конечно, есть. Но есть же они. Это при Почему, колледжах. допустим, действительно с директорами колледжа не собраться, да, и с этими кураторами, и прям вот централизованно выявить все причины, все проблемы этих причин? Я могу этот вопрос организовать где-то, может, в конце месяца, либо в ноябре всех колледжей собрать, плюс депутатский состав, если будет. Данный вопрос можете высказаться и, конечно, давайте уже вживую услышать от них. Мы готовы принять участие. Тут высказываться не мы должны, Нет, тут я условно должны говорю. высказываться те, у кого есть эта проблема. Мы должны вслушаться в эту проблему, понимаете, и понять потом причины. этих проблем. В программу поставим, давайте, да? Да, на базе какого-то колледжа взять, допустим, актовый зал, пригласить депутатский корпус и директоров колледжей, плюс замов. Ну, наверное, еще не просто директоров колледжа, там, наверное, еще активистов, студентов самих, ребят нужно, там точно старосты активные, есть же лидеры, вот их тоже нужно будет, Хорошо. потому что принцип равного равному, он работает гораздо крепче, нежели вот мы бы со стороны слушали бы. И непосредственно тех, кто уже проживает в этом общежитии. Скажем. Спасибо. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма баяндаушыларға? Біз вообще негізі бар ғой, проблемами образования должны были собраться на прошлой неделе. Сіздердің управленияларыңыз дайын болмады. Бүгін екінші вопрос бойынша сіздердің вопростарыңыз тұрған проблема образования. Бүгін тағы да дайын емессіңдер. Давайте ендігі апта бізде праздники же, да? Да. Через неделю давайте проблема образования, в том числе мынау общежитиялардың мәселе бойынша, колледждердің мәселе бойынша отдельно бір отырыс Жақсы. өткізейік. Соған дайын болыңыздар. Жақсы. Бастығыңызға айтыңыз. Жақсы, хорошо. Потому что это несерьезно, шред переносим мы уже заседание. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз қажет. Ескертілген ұсыныстарды ескере отырып, қаулы жобасын негізге алып пысықтау ұсынылыс бар. Қарсы емессіздер ме? Қабылданды. Құрметті депутаттар, осы отырысқа шығарылған мәселе қаралды. Замечания, предложенияларыңыз бар ма? Қатысқандарыңыз үшін рахмет.